Қайырлы күн, достар. Егер сізде нағыз жұмсақ, ауызда еріп кететін, керемет хош иісі аңқып тұратын синнабон жасағыңыз келсе, онда бұл рецепт дәл сіз үшін. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында синнабон дайындаудың барлық құпиясымен бөлісемін. Сондықтан видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіздер. Алдымен қамырды дайындаймыз. Ыдысқа жылы сүтті құямыз. Үстіне қант пен аздап тұз саламыз. Одан құрғақ ашытқыны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді еріген сары майды және жұмыртқаны қосамыз. Барлығын араластырғаннан кейін ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ең бастысы, қамырды ұнға қатты көміп жібермеңіздер. Қамыр неғұрлым жұмсақ болса, синнабон да соғұрлым үлпілдек болады. Видеода көрсетілгендей, алдымен қасықпен араластырып алып, сосын қолмен араластырып аламыз. Қамырды тысқа салып, бетін жауып, жылы жерде шамамен 1 сағат көтерілгенше қоямыз. Қамыр жұмсақ, қолға қатты жабыспайтындай болу керек. Біздің қамырымыз көтерілгеннен кейін аздап ұн сеуіп, 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей, екі жағын бүктеп, квадрат формасына келтіреміз. Видеодағыдай квадрат формасына келгеннен кейін оқтауды алып жайып аламыз. Сосын ерітілген сары майды алып, үстіне жағып шығамыз. Ерітілген сары майымызды жағып болғаннан кейін қант пен корицамызды араластырып алып, түгелдей біркелкі сеуіп шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей қамырды тығыз етіп рулет сияқты ораймыз. Кескен кезде бәрі бірдей шығу үшін өткір пышақ немесе жіп пайдалануға болады. Видеодағыдай өткір пышақпен осылай рулетімізді кесіп шығамыз. Бәрін шамамен бірдей қылыңыздар. Сосын дайын тұрған пергамент қағазына арасын ашып, 1-2 см тастап, осылай қойып шығамыз. Салып болғаннан кейін алдын ала 180 градуста қыздырылған пешке салып 20-25 минут пісіреміз. Синнабон пісіп жатқанда кремін дайындап алайық. Ол үшін бізге жұмсақ сары май, қант ұнтағы және творожный сиыр қосып, блендермен тегіс болғанша араластырып аламыз. Пештен шыққан синнабондарға ыстық күйінде үстіне кремді молынан жапып шығамыз. Қараңыздар, қандай әдемі кремі еріп, арасына сіңіп жатыр. Іші өте жұмсақ, ал үсті керемет нәзік болып шықты. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер, комментарияға нәтижелеріңізді жазыңыздар. Маған өте қызық болады. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Алда бұдан да көп оңай әрі дәмді рецепттер болады. Көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.